Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін 4-ші сынып қазақ тілі 97-ші сабақ етістіктің жіктелуі деген тақырыпты түсіндіретін боламын. Мен сіздерге бүгін сіздер етістіктің қалай жіктелетінінен танысамын, мәтіндегі негізгі ойды анықтаймын. 65-ші жаттығуда берілгенде өлеңді көшіріп жаз деген аяулы мекенім, оқимын, жетемін, туған жер кей-кейде сағынып кетемін. Мұқағали Мақатаев атамыз жазған екен. Етістіктердің астын сызу керек, олардың қай жақта айтылғанын анықтау керек екен. Іс-әрекеттің қай жақта айтылғанын білдіру үшін етістік жіктік жалғаулар жалғанады. Мысалы, жүрмін, жүрсін, жүр. Етістікке жіктеу жалғаулары жалғанып, өзгеруін етістіктің жіктелуі дейді екенбіз. Қазір мен сіздерге өлеңді көшіріп жазып, олардың етістіктерінің астын сызған түрде міне сіздерге көрсетіп отырмын. Оқимын деген бірінші жақ, жетемін деген сөз бірінші жақ, екеуінің астын сызып көрсетіп отырмын. Алпыс 66-шы жаттығуда етістіктерді тиісті орнына қойып айт деген екен. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақтарға осыларды қойып жазу керекпіз. Бұл жерде бұлар жіктік жалғаулы етістіктер екен және дәлелдеу керек екенбіз. Міне бірінші жақ санадым, көрдім, жазамын, барамын, апарамын. Екінші жақ салыстырасың, көшіресің. Үшінші жақта ереді, сызады, оқиды деген сөздер. Осылар бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жаққа осы сөздерді жазып сіздерге көрсетіп отырмын. 67-ші жаттығуымызда етістіктерді жекеше көпше түрде жіктеп жаз. Және екі етістіктің жіктелуін салыстыр және не байқадың дейді. Ол жерде қорға, бірінші жақта мен қорғаймын, біз қорғаймыз. Екінші жақ сен қорғайсың, қорға, сендер қорғайсыңдар, қорғандар. Үшінші жақ ол қорғайды, қорғасын, олар қорғайды, қорғасын деп сіздерге осылай жазып көрсетіп отырмын. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Бүгінгі 68-ші жаттығуымызда мәтінді оқы деген қайынның көз жасы. Қапан кешке бұтағы сынған қайынның бір тамшылап, су тамшылап тұрғанын байқады. Қайта қарап тамаша осы сәтте Күркебай қарт таяп келді. Қапан, ата айтыңызшы, неге су ағып тұр деді қайынның дінін нұсқап. Су емес, қайынның көз жасы ол. Біреу бұтағын сындырған, содан жаны жараланып жылап тұр. Тілі жоқ айтатын, қайтсын байғұс, табиғат перзенті ағаштың да жаны жүрегі бар. Адамдардан аялы алаған күтім тілейді. Ал олардың жасайтыны осы. Қапан ұялды. Қарттың уәжді сөздерін зердесіне жеткенде басы салбырап, қозғалмастан тұрып қалды. Енді сындырмаймын ата деген сөзді іштей қайталай берді. Қалай ойлайсың? Қапан неліктен ұялды? Өз ойынды дәлелде. Мәтін неліктен қайынның көз жасы деп аталған? Мәтіннің негізгі ойын анықта, мәтіннен етістіктер тауып, қай жақта тұрғанын айт деген екен. Мен сіздерге жазып көрсеттім. Қапан қайынның бұтағын сындырғаны үшін қатты ұялды. Қайынның көз жасы деп аталу себебі табиғаттың да жаны ауыратынын, оны қорғамаса түбінде табиғи апаттар болып орны толмай қалуы мүмкін екендігін білдірді. Мәтіндегі негізгі ой табиғатты қорғау, байқады, келді деп. Бұлар екінші, үшінші жақтарда тұр. Сындырған, тілейді, ұялды, тұрып, қалды деген сөздер үшінші жақта тұр. 69-ші жаттығуда кестеде берілген ақпаратты пайдаланып мәтін құрап жаз деген екен. Мінестерге астында берілген сөздер тұр. Қайын ағашы ақ түсті қабығымен ерекшеленеді. Оның жасының ұзақтығы 100-150 жыл. Қайынның 140 түрі бар. Олардың ең көп тараған түрі кәдімгі қайын немесе ақ қайын. Қайынның шырын дәрі-дәрмек ретінде пайдаланады деп сіздерге дәл осылай жазып ұсынып отырмын. Бүгінгі 70-ші жаттығуымызда біз көктемде құстар жылы жақтан оралды. Олардың жалпы саны 30-дан көп
50-ден аз. Оның 3-тен 1 қараторғай саны, 16 4-тен 1 қаздар, 6-дан 1 бөлігі үйректер, ал 8-ден 1 бөлігі тырналар, қалғандары қарлығаштар. Ұшып келген өзге құс түрлерінің санын анықта деген екен. Мына жерде астында суреттерін белгілеп сіздерге қойған екен. Бұны мен сіздерге математикалық түрде есепті жазып көрсетіп отырмын. Бұл жерде жауабы қараторғай 16, қаздар 12, үйректер 8, тырналар 6, қарлығаштар 6 болып табылды.